Бүгін бізде кезекті сұхбат Мыңбатыр лидерлерімен 20 жыл мұғалім болған ханым Мира ханым. Тендерға қалай келді? 20 жыл істедім, бірақ мен өмірімде ештеңке керемет өзгерді деп айта алмаймын. Ол жерден тек қана бір тапқан пайдамыз госпрограммамен үй алдым. Өзіме өзім бастық болсам, кәсіпкер болсам, мен керемет пайдаға кенелемін, жағдайымды жасаймын деп сондай ой болды. Көп әйелге ештеңе жақпайды. Интернет деген жақсы болды, интернеттен бір сетевойға кіріп кеттім, тауып алдым. Бір проблемадан екінші проблема болса, біліп тұрса да кіре береді екен. Сосын жолдасым айттым сразу, мына тендерді оқимын мен. Қоя сал деген шығарсыз. Ең алғаш тендерді таза пайдаңыз білемін. Бір 15 мың болды. Кез келген салаға қорықпай кірем. Мен осы бітіргеннен Мыңбатырда қалдым. Қазір университетке шақырса, 1 миллион айлық ұсынса? Жоқ, бармаймын. 1 миллионды мен бұл жерде ойнап жүріп табамын. Ассаламағалейкум, қазақ елі, батырларым, қалайсыздар? Бүгін бізде кезекті сұхбат Алматы қаласында, Алматы қаласы Мыңбатыр лидерлерімен. Бізде сұхбатқа келіп отырған 20 жыл жұмыс жасаған, 20 жыл мектепте мұғалім болған ханым Мира ханым. Қалайсыз, Мира ханым? Саламатсыз ба, Азамат мырза? Иә, мен мұғалім болдым, бірақ сізді түзеп жіберейін, мектепте емес, университетте мұғалім болдым. 20 жыл, иә. Енді бізге бәрі мұғалім ойты. Енді қараңыз, Мира ханым, өмір жолыңыз осы тендерға қалай келді? Ең алғашқы адамдардың не бірінші бастайтыны, сол әртүрлі бір мәселеге кіргеннен кейін барып тендерға келеді, немесе бір бизнеске келеді. 20 жылдағы өміріңіз қалай? Университеттегі өміріңіз? Университетте 20 жылдай істедім. Бір 16 жылдай жаңағы Қаныш Сәтпаев атындағы политехнический университетте істедім. Одан кейін КРМУ дейді, Казахстанско-Российский медицинский университет. Сол жерде істедім совместитель болып, UIB-де жасадым совместитель болып. 20 жыл істедім, бірақ мен өмірімде ештеңке керемет өзгерді деп айта алмаймын. Ол жерден тек қана бір тапқан пайдамыз госпрограммамен үй алдық. Қалғаны айдан айға өмір сүрдік. Сол әйтеуір күніміздің өтіп, жылымыздың өткеніне біз жүре бергенбіз мәз болып. Ең алғашқы айлығыңыз университет кірген кезде? Ең алғашқы айлықтарымыз 90 мыңдай болды, 2004 жылдар ғой деймін. Ол кезде керемет айлық қой? Керемет айлық. Енді мен жұмыстан шыққан кезде 120 мыңдай алдым ғой. 20 жылда 30 мың теңге қостыңыз ба? Иә, айлығым сондай қосылды. Бірақ енді уже сезіле бастады айлықтың жетпейтіні. 2004-тен 20 жыл, 2000. Ол жерде енді ставкаға қарай, сағатқа қарай да ғой, бірақ сағат азайды. Қазір 120 мыңды күніне тапса да жете алмай жүру қаншама? Жете алмай жүру, иә. Жаңа айлықтың жетпейтін сезіле бастағаннан кейін мен өзім бір кәсібімді ашқым келді. Сөйтіп ол жұмыстан шығып, мен жаңағы әйелдердің киімдерін сатсам деген ойымда болды. Бір өзіме өзім бастық болсам, кәсіпкер болсам, мен керемет пайдаға кенелемін, жағдайымды жасаймын деп сондай ой болды мен. Кәсіпке кірсем болды? Иә, кәсіпке кірсем болды, істей береді екенмін деп ойладым да. Мен енді ол кезде былай қарасаңыз, жаңағы сол базарда тұрғандар бір керемет өмір сүріп жатқан сияқты көрінді да маған. Сөйтіп мен өзімнің кәсібімді бастадым. Осы Алатау несінде Барахолкеде бутик алып, сол жерден Турциядан көйлектер алдыртып, соны сата бастадым. Шынымды айтайын, ол жерде 1 жыл жасадым, бірақ пайдам жоқ болса, жоқ деп айтсам да болады. Себебі айына қанша енді шығындарын бәрін алып тастадым? Айына кейін отырып есептесем, айына сол 100 мың мен 150 мыңның арасы екен шығатын. Бір ай орында тұрдыңыз? Орында тұрдым, сол университетте істеген айлығыммен бірдей болды. Ешқандай өзгеріс болған. Кішкене бизнес болғаннан кейін переживанияңыз көп? Өте көп болды. Ол жерде стресс, товарым өтпей қалады, аренда төлеу керек, налог төлеу керек деген товарға ақша салу. Әйелдердің талғамын енді болжау қиын нәрсе ғой? Өте қиын, иә. Көп әйелге ештеңе жақпайды. Свет өзгеріп кетеді, модадан кетіп қалады. Ол жерде таңертең кешке дейін тұрып, сол әйелдерді киіндіріп, шешіндіріп шашайсың да, бір қарасың. Тек қана өзіне не ұнайтынын білмейді дейсіз ғой. Сосын ештеңе сатпағаннан кейін сенде жаңағыдай уайым болады. Мен неғып тұрмын, ештеңе сатпадым деген. Бір нәрсе айта кетейін, әйелдердің негізгі психологиясы өзіне не керек екенін білмей қалады көп жағдайда. Сол үшін ол подружкасын алып баратын сол магазинге немесе киінуге. Өйткені жарасып тұр ма, жараспай тұр ма, өз білмей тұрады.
айнаға сенбейді даже. Қасындағы подружкасына сенеді де, сол айтса ғана ол алады қылып жарайды. Келісесіз ғой? Келсем, иә, өте дұрыс айтасыз. Сосын оны телефонмен түсіріп жан жаққа жібереді. Олар өздерінің пікірлерін айтады, сөйтіп тұрғанда әйтеуір үшін. Короче, бір қызды киіндіру үшін біраз тұрамын дейсіз ғой, иә? Болмайды. Содан кейін оны тастадым да, 1 жылдай үйде отырдым. Немен айналыссам екен деген. Сол сөйтіп жүріп жаңағындай интернет деген жақсы болды. Интернеттен бір сетевойға кіріп кеттім, тауып алып. Ол жерде де енді елдің бәрі осы сетевоймен қаржыға міндетті түрде кіріп шыққан әрбір қазір. Ол жерде бір малынып, сол ақшаға батып жатқан сияқты көрінді маған. Кірген кезде анау система сондай ғой, кірсе бәрі гу-гу-гу-гу-гу-гу. Себебі менде ақшаның бәрі жаңа табарда тұр. Ешқандай ақшам жоқ. Маған бір тезірек ақша табу керек сияқты болды да. Вот осы кезде басталады. Сол кезде бір сетевойда бір тез ақша тауып жатқан сияқты көрінді адамдардың. Или айтыстары солай болды ма? Мен соларға сендім ба, әйтеуір бардым да сол сетевойға кірдім. Бірақ менде ақша болған жоқ сетевойға кіруге. Сосын айтты, осындай ақша керек деп. Сосын мен бардым да банктен кредит сұрап едім. Басқа кезде бермеген кредитті сол кезде 2 банк қатарынан маған кредит. 1,5 миллион. 1,5 миллиондай кредитті берді. Оны апардым да 1 тиын тиіспей сол сетевойға салдым бәрі. Енді мен шынымен 1,5 миллионды естідім. 1,5 миллион бұл қай жылдары болды? Бұл 2018-дерде болды. 1,5 миллион бердіңіз, товар сатып алдыңыз ба, или не істедіңіз? Ол жерде енді сетевой болғаннан кейін міндетті түрде товар сатып аласың, оны сатасың дегенде адам тіркеуің керек, адам. Туған туыстарыңыз бәрін кіргізіп тастаған жоқсыз? Туған туысқандарымды бірақ кіргізбедім ол жерде. Өзім ойландым, бірінші өзім көрейін, көтерілейін, болмаса оларды ертең олармен араздасып, ұрсып дегендей. Бір жағынан дұрыс жасап, бірақ білмеймін, сетевойға кіргендер, одан кейін қаржы пирамидасына кіргендер, бәрі мына системаға кіреді, одан басқа система жоқ олды. Алады да бүкіл туған туыстарын кіргізіп тастайды еще. Одан кейін аран интернет арқылы бөтен адамдарды іздедім да. Себебі білдім сетевойда туысқандар. Қанша жыл айналыстыңыз? Ол жерде де 1,5 жылдай жүрдім. Ешқандай пайда көрмедім, кредит төлеу керек, басқа да расходтар бар дегендей. Бір орында тұрмын, сол тапталып. Ол сетевойдан шығып екінші сетевойға кірдім. Екіншісіне. Оған да қарыз алып ақша. Не себеп осымен осындай көп қарызға кіріп кеткен адамдары бір проблемадан екінші проблема болса біліп тұрса да кіре береді екен. Қаржы пирамидасы екенін біліп тұрып ақша салып жүретіндер бар. Жақын арада жабылып қалатын біліп тұрса да салып жүретіндер бар екен. Тезірек ақша табу керек сияқты болды. Өзімдікін шығарып қалсам деген ой ғана ма? Бұл жерде қалай болады? Жоқ, тезірек ақша тауып кредитін жауып, сосын пайда көрсем деген ой болды ма? Әйтеуір бір қарағанда айлықтан гөрі осы сетевойда тезірек ақша табуға. Системасы былай құрған стратегиялар мықты, иә? Системада жаңағындай бұл жерде тезірек ақша табуға болатын сияқты көрсетеді. Екіншіден қалай болдыңыз? Екіншісіден де ешқандай өзгеріс болған жоқ. Короче айтқанда сол компанияның товарын сатып шығып кетті. Мен қолымнан сату да келмейді екен, сатпадым. Өзіме алып, сол қолдандым. Тендерға келгеніңіз енді. Тендерға содан кейін енді не істерімді білмей бір күні сол тағы да Инстаграмды қарап отырып, сол Азамат мырза сізді көріп қалдым тендерден. Сосын жолдасым айттым сразу, мына тендерді оқимын мен, тендерге барамын. Жолдасым айттым деген, қоя сал деген шығар сізге. Иә, керек емес деді. Сен сетевойда істедің, не таптың? Тиының жоқ, тапқан ештеңкең жоқ. Жүрегіш осы университетте деген жоқ па? Университетке кір, сол жақта істе деді. Мен істемеймін о жақта дедім. О жақта қайтып барғым келмейді. Себебі о жақта қағазбастылық өте көп. Содан кейін оған айтпай өзім қарыз тауып, сіз осы тендер жасақ келіп. Қандай сенім болды бізге келгенде енді? Тендер екен біліп тұрсыз. Әйел адам айналса ма, аға көке керек па, связь керек па, документ басында қатырып тастамай ма деген сұрақтар болды ма? Менде ондай ешқандай сұрақ болған жоқ. Маған тезірек ақша табу керек болды. Короче, проблема шығар. Бізге қарызға кіріп кеткендер соңғы уақытта өте көп болады. Мен айтып отырмын бірден, бұл қарыздан шығаратын жер емес. Ақша табатын, жағдай жасайтын жер. Бірақ бізге келеді декретке шыққаннан кейін, қарызға кіріп кеткеннен кейін. Алдын ала не істеп жүреді, соны түсінбейміз. Бірақ мен өзім тәуекелден қорықпаймын. Не болса да тәуекел етейін дедім. Өз әйел адам 40-тан кейін екінші дыханиясы ашыла ма, сондай бір нәрсе? Иә. Ол кісі маған мені қолдаған жоқ. Сосын өзім майда шүйдеден бастайын дедім енді. Ең алғашқы тендеріңіз таза пайдаңыз примерно қанша? Ең алғашқы тендердің таза пайдасы бір 15 мың болды. Не заттар?
жаңағындай спортивный дейді, Аха. эспандер, Аха. ежиковый мячиктер, коврик для йоги, сондайларды Кімдерге жаптым. арналған? Олар көбіне мынау парализованный адамдар бар ғой, Аха. соларға арналған поликлиникаға. Медицинский центр ма? Поликлиникаға? Поликлиника. Аха. Сол жерден тендерін ұтып алдыңыз, алғашқы товарыңыз? Иә, ең алғашқы немді документімді қалай жасалады екен соны көрейін деп кішкентайдан бастадым. Бір жылдың ішінде тендерде қандай өзгеріс болды? Үлкен өзгеріс болды. Аха. Мен үшін өте үлкен өзгеріс болды. Қазір мен кез келген салаға қорықпай кірем. Аха. Маржалы салаңыз. Қайсы салада маржалы тендер ұстадыңыз? Мен көбінде қазір киім тігу жағынан Аха. маржал сала, ең алғашқы маржал салам сол болды. 600 мыңдай. Таза пайда ма? Таза пайда. Аха. Бірге бір қалды 600 мыңдай. 1200-ге ұтқанбыз, 600 мың пайда. 1.200-ден 600 мың таза пайда. Бір Не мектептің киім сонда? киімдерін тіктік, спортивный, футбольный костюмдар, волейбольный, баскетбольный костюмдарда, сосын мұғалімдерге спортивный костюмдар. Балаларға және мұғалімдерге ма? Балдарға да мұғалімдерге де. И ол жерде логотип жапсыру керек болды, сублимациямен жасау керек, сосын шевронмен жасау керек болды. Оны қайда тіктіңіз? Оны өзім бір таныс дос қызым бар, ательесі бар, соған тіктірдік. Бәрін уақытысында жаптық. Былай айтқанда тендер кез келген құда балаңыз, танысыңыз, күйеу балаңыз, балдызыңыздың жұмысына қатысты жұмысты ала беріп, ұта беріп, солармен жұмыс жасауға мүмкіндігі бар ма? Бар. Қандай да бір товар, қандай да бір қызмет, қандай да бір жұмыс. Өте мүмкіншілік көп жер. Сіз ортада делдалсыз, иә? Иә, делдалмын. Тендерде солай түсіндірсек. Тендер деген былай айтқанда бір санап есептей алатын маман. Жаңағы пошив деп жатсыз, киім тігуден тағы да заказдар алып жатсыз ба? Иә, қазір алып жатырмыз. Нишаны сол деп естіп қалдым бір әңгімеңіз деген. Қазір енді бізде мен бір 2 тағы да ой ұттым, ол жерде сол киім тігуге техспец жазу керек. Смета жасау керек. Жаңағындай қандай киімдер, материалға қанша ақша кетеді, осы киімнің бәріне қанша ақша кетеді дегенде смета. Бұл опыт жаңағы заказ алғаннан сіз опыттан алдыңыз, иә? Бұрын соңды киім тігуде опытың жоқ қой? Бұрын соңды жоқ, бұрын тікпеген. Енді қанша ақша кетеді есептей алуға опытыңыз бар. Иә, енді соның сметасынан тендер ұтып тұрсыз, иә? Сметасынан тендер ұтып, олар берді 180 мың. Біздер есептеп берген адам, енді нақты есептегенде қасымда жаңа подружкам болды, ол где-то бір 30 мыңға ма есептеп берді, қалғаны жаңағыдай 150 мыңдай пайдасы. Керемет. Жай айтқанда бүйтіп мынадан алып, мынаған санап бересіз, қайтадан ана жаққа бүйтіп жазып берді, міне мынаны. Ортасына накладной документ қылып тапсырдыңыз да 150 мың бір пайда. Қанша күн уақытыңыз кетті? Оған бір 3-4 күндей ғана уақыт кетеді ғой. Ешқандай оған уақыт та жоқ. Сондай тағы бір ой ұттым. Ой дегеніміз бір көзден ұту. Бір көзден тағы да сондай техспец жазу, тағы да киім тігу. Адамдар тендерде жоқ деп атады. Бажа жоқ деген адамдар естейсіз. Жоқ, ол... Ой деген сіз жалғыз өзіңіз кіріп тұрсаңыз, ол ешкім қатыспаса ол. Иә, әрине мүмкіндік. Ой ұттым, сосын тағы да өткенде... Неше ой дедіңіз осы күнге дейін? Осы аптада мен 20 тендердің 5-іне ой ұттым. 5 тендер бір көзден? Бір көзден. Керемет. Қанша пайда енді орта чек санаған? Осы ойдың таза ойдың өзінен ба? Жаңағындай где-то бір 400-500 мыңдай болады. 150 мың ғана жаңағы неден қалады? Қалғаны 250 мың басқа ұсақ түйектерден қалады. Аха, сосын тағы да бір спененный ПВХ дейді. Содан олар бір листке 43 мың беріп тұр екен. Мен ол бір листті 9 мыңнан таптым. Ол не үшін қажет? Ол рекламаға. Реклама жазуға. Короче, мен бір түсінгенім, осы тендермен айналысып жүрген адам, әсіресе бір жыл шыдамы жетсе, универсалды және бүкіл мәселені оңай шешіп үйренеді. Келісесіз бе? Келісем, әрине. Қазір алдыңызда проблема бар ма тендерға деген? Ешқандай проблема жоқ. Жұмысқа алуға, заказ алуға? Жоқ, ештеңеден қорқудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Манекен ұттым деп жазып қойсаңыз. Иә, манекен ұттым. Манекенді мен бағасын білмей тұрып. Мен өзім Талдықорғанда отырып, сол манекенді... Білмегенді қалай, санамай кіре салдыңыз ба? Жоқ, интернеттен қарадым да. Кіре салдым, сөйтсем ол интернеттегі ескі бағалар екен. Кейін жеме-жемге, онда мен ой ұттым. Ой ұттырсыз, иә? Қалаға келгеннен кейін қарасам, ол манекендеріміз бізде Алматыда 2 есе екен. Қымбат. 2 есе қымбат. Бірақ мен қорыққан жоқпын. Минус 100 мың болып тұрды менде.
егер қабылдап қойсаңыз. Мен уже қабылдап болғанмын. Қабылдап. Бірақ бәрі қорыққан жоқпын. Менде бір сондай бір сезім болды. Жоқ, бұл мен үшін проблема емес. Мен бұдан шығамын деген менде бір сондай ішінде ой не болды? Интуиция дей ма? Кейін мен бұрын енді жаңа айттым ғой, түріктермен істедім, товар саттым деп. Сол Түркиядан бір таныс болды, маған товар жіберіп тұратын. Сол Инстаграмды қарап отырсам, Түркияда арзан екен маникен. Сол түрге есіме түсті. Солының әйтеуір тауып алдым, телефонын қайтадан іздеп, кейін соған шықтым. Сол арқылы ол маған тауып берді арзан манекендерді, бәрін көрсетті, видеосын жіберді, суретін жіберді. Мен оны сразу жаңа заказчиктерге жібердім. Олар қуанды Турция дегенде. Енді турецкий әкеп береді деп. Сосын бұл жерде уже мен плюс 100 мың болайын деп тұрыстым. Короче, минус крем деп тұрған жерден наоборот плюс 100 мың. Плюс 100 мыңға шықты. Ол тендерде өте көп. Ол неге крем деп ойлайды? Өйткені опыт жоқ та, ол тексермеген, іздемеген, бір қарай салған, оның мәселесін шешпесе, ол өмір бақи минуста жүреді. Мың Батырдың көмегі Алматы қаласында, білесіздер, Мың Батыр қазір керемет жан. Сізге тиген көмегі Мың Батыр деген не? Не үшін Мың Батыр? Мың Батыр дегеніміз даму орталығы ғой. Бұл жерде бір шынымен де Мың Батырдың көмегі өте көп. Кез келген сұрақтың жауабын табасың. Кез келген сұрақтың жауабын табасың. Сосын жаңағындай офисте отырып жұмыс жасаған кезде, мысалға өзің білмей отырған товарларды сол жерде бірге жаңағындай не товар екенін анықтап, жаңа білетін адамдардан бағасын сұрап дегендей. 100 адам отыр, 10 сұрақтың жауабын білгенде, 10 сұрақтың шешімі бір жерде табылады. Мен осы бітіргеннен Мың Батырда қалдым. Бірде бір жаңағындай шығып кетіп, мен қатты қиналсам да, бірақ Мың Батырдан шықпауға тырыстым. Себебі көрдім бұл жерде дамуға болады. Перспектива бар, өсетін бағыт бар. Енді ол кезде біз жаңағы үлкен басқа да жобаларды кіргізген жоқ болатынбыз былтыр. Биыл кіргізіп жатырмыз. Мың Батырдың болашағы өте зор екен. Еркіндікпен таңдап жүріп, өзіңіз айналысатын салалар бар. Ол жерге гарантия 200% өз мойнымен беремін. Өйткені біз өзіміз инвестиция салып, ақша шығарып көрген жерлерді ғана кіргіземіз. Жаңағы сияқты ақша салып қоясың, жат, өзімен өзі өсіп кетеді. Немесе біреуді тарт, ақша алып келесің деген жоқ. Білесіз, тек қана кәсіпкер ретінде өзіңіз айналысасыз, өзіңіз өсуге алдыңызға университет жасап береміз. Бүкіл қалаға сол. Осыны біз бүкіл қалаға түсіндіргіміз келеді, адамдар қаржылық сауаттылық болу керек. Қаржылық сауатсыздықтан қаншама миллиардтар осындай пирамидалар кетіп отыр. Қазір университетке шақырса, 1 миллион айлық ұсынса. Жоқ, бармаймын. 1 миллионды мен бұл жерде ойнап жүріп табамын. Ол жерде сен бастыққа жаңағындай. Ол жерде айтып тұрмын ғой, тәуелдісің. Тәуелдісің, таңертең 9-дан кешкі 6-ға дейін отыруың керек. Қағаз жасауың керек. Сен бір жаққа баратын болсаң сұрануың керек. Выговор деген бар ол жерде. Жас баладан сөз естуіміз мүмкін. Иә, өте көп ондай. Мына жерде мен өзіме жұмыс жасаймын. Қазір өзіңізді толыққанды кәсіпкерім деп айта аласыз? Айта аламын. Қандай сенім алдыңыз бұл кәсіпкерліктің болашағы бар екеніне, тендердің жағдай жасауға мүмкіндік сыйлайтыны? Мен қазір кішкене өкінішім бар, тендерға бір 2-3 жыл алдын келгім керек деген. Мен сетевойға кірмей тендерға кіруім керек деп. Бірақ енді осылай қылған шығар, біраз жолды көрсетіп, осы тендерға кірсін деген. Өзі оңай жолдар қиындыққа алып келеді, қиын жолдар жақсы өмірге алып келеді. Кішігірім бір адамды бір қинап алмаса, кейде өзгермейді. Тендерға келу үшін, может, менде осындай жолдарды өту керек болған шығармын. Содан кейін адам қиналғаннан кейін уже жолды іздеп осы тендерға келдім. Может, мен сетевойға кірмегенде, может, тендерға да келмес пе едім. Бір құдай біледі. Енді өмір сабақ қой, ол сабақ опыт. Опыт қымбат алады, жақсы төлеп береді. Енді Мира ханым, керемет, енді жылдық табысыңызды бірнеше миллион ғасырыңыз биылдан бастаған біз негізгі жоба білесіздер, 50 миллион таза табысқа шығу. Жылдың соңы жақындап қалды. Қазір міне маусым бітті. Енді 3-4 квартал қалды. Ол кезде кәдімгідей сезон білесіздер, заказдан тұншығасыз. Соған дайынсыз ба? Дайынмын. 6 айда қанша жасағыңыз келеді? 6 айда ма? Таза пайда. Таза пайда бір 30 миллион жасағым келеді. Керемет. О-маркет деген портал бар. Қызығын көріп жүрсіз ба? Ол да қызықты портал. Мен О-маркеттен де бір күнде мысалға 10-15 заказ келеді маған. Тоже бағасына қараймын да, мен ол жерде тоже, оған қойып қойғам шектеу. Егер де 200 мыңнан төмен болса, мен алмайым деген сияқты.
Керемет. Қанша товар салып қойдыңыз? Енді бірақ товарым қазіргі таңда аз болып тұр, 500 товарым бар. Бірақ О-маркетке товар салу деген өте оңай. Неге 500 товар? себебі уақыт жоқ. Сіз алдыңғысынан өзі тойып жүрсіз. Иә, менде госсақыпта уақытымның бәрі сонымен кетіп жатыр. Сосын мына предзаказбен. Сөз астына қоса кетейін, қызыңызды ұзатыпсыз, немерелі болыпсыз биыл. Оның барлығын әйел адам үшін енді ұйымдастыру керек. Қалай болатын бәрін. Тойы бар, құдалығы бар дегенде ол да біраз уақыт алады. Короче айтқанда, ойнап күліп жүріп, өз салаңызда тендермен айналысып жүрсіз. Енді О-маркет деген жаңа түсінікті, ол дайын товарларға, мысалы, О-маркет мамандары 50 мың товарға өздері характеристика суретімен салып қояды. Жай ғана астына баға қойып қойсаңыз болды, оған заявка түссе, сіз қабылдай бересіз. Қабылдамасаңыз да болады. Мысалы, маржа 70 мың көріпсіз бір товарды. Звондайсыз, бәке бар ма? Бәке жоқ десе, сәке бар ма? Сәке бар деген кезде ғана заявканы қабылдайсыңыз. Енді биыл жылдың соңында жаңа горячий шығып қалу мүмкіндігі бар. Горячийді былтыр енді сіздер қызығын көрдіңіз ба білмеймін. Күніне 200 мың мен 500 мыңға дейін ойнап күліп жүрді. Горячийден енді жақсы болды ол жерден де. Иә, ұтылдық деп айтпаймын, ол жерден де біз горячиймен. Биыл екінші дыхание шығайын деп тұр. Өйткені былтыр 300 мыңға дейін болатын. Биыл білесіздер 4 мың МРП 12 миллионға дейін ашылады горячий. Адам горячийден заказ тұншығады. О-маркетте горячий деген өздері заказ шығарып тұрады, қабылдай берсең болды. Сізге договор жібере береді. Мира ханым керемет енді. Өзіңіз сияқты ханымдар 40-тан кейін дыханиясы ашылғандар жадырап жүре берсін. Табысыңыз бірнеше еселеге жасала берсін. Енді мүмкіндік бар екен, әсіресе мына Алматы қаласы, мегаполис, бүкіл Қазақстанға ең арзан логистика. Осы шансты жібермей табысыңыз еселей беріңіз. Мыңбатырдың белді мүшесі болдыңыз. Серіктесіңіз бар. Иә, серіктесім бар. Бірге жұмыс жасаймыз. Арасында үлкен мынандай үлгермейтін болып жатсақ, бірге Айдын. Серіктесіңіз Айдын ханыммен бұрыннан беріктіңіз ба? Екеуміз осы негіз тендерді бір ағымда бастадық та, содан бірге. Ой біріккендерде серіктес мықты болады, келісесіз ба? Әсіресе Мыңбатырда бірін-бірімен серіктес болған адамдар бір шабат. Даму тез сияқты болады да. Бізге келгеннен кейін басыңызда маза кетті ме? Айтып тұрмын ғой, түнде мен компьютерде отырамын, күндіз жаңағындай ұтқан товарларымды апаруым керек, келісуім керек дегендей заказчиктермен. Үйдің тірлігі бар. Біз айтамыз, бізге келген адамдардың басынан маза кетеді. Әсіресе Мыңбатырға түскен адамдардың басынан. Жақсы, керемет. Мира ханым, рахмет сізге. Немеренің қызығын көріңіз. Немереден шөбере көріңіз. Жете беріңіз. Рахмет. Шөбере көрсеңіз де тендерде табысты болып жүре беріңіз. Амин. Амандықта, саулықта кездескенше табысты күндеріңіз көп болсын. Тендерге қатысты сұрақтарыңыз болса, комментарийға міндетті түрде қойыңыз, төменде сілтемелер тұр. Сол арқылы өз сұрақтарыңызды алсаңыздар болады. Табысты күндеріңіз көп болсын. Аман болыңыздар.